Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі құрақ құрайтын боламыз. Бұл құрақтың атын ерекше гүл шоғы құрағы деп алдым. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 5x5 болатын жасыл матамыздан 13 штук, және де көлемі 5x5 болатын осындай астарлық матамыздан 12 штук. Бұған кез келген мата алсаңыздар болады. Мен бөз матасын алдым. Және де көлемі 10x10 болатын қызыл матамыздан 12 штук қажет болады. Қызыл матамызды мен бұл жерде атлас матадан алдым. Қолда бар маталарым. Енді кезекте жасыл матамызды бір шетке алып қоя тұрып, 5x5 және 10x10 көлемдегі маталарымызды бір-біріне біріктіріп тігетін боламыз. Тігіс барысы 5x5 ақ матамызды астына қойып, үстіне 10x10 көлемдегі қызыл матамызды қойып, ең соңында 1 сантиметр тікпей қалдырамыз. Одан кейін келесі екінші жағын тіккен кезде дәл солай соңғы жағынан 1 сантиметр тікпей қалдырамыз. Дәл осылай 4 бұрышын тігіп шығатын боламыз. Мен сіздерге қазір жақыннан тігіп көрсететін боламын. Жақыннан сіздерге көрсетемін. Бірінші жағын тігеміз. Осылай алып тігіп, соңғы жағынан 1 сантиметрдей жетпей тоқтаймыз. Артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Бірінші тігіс түсті. Одан кейін екінші тігіс екінші жанына басын біріктіріп, келтіріп бір-біріне. Соңына келген кезде 1 сантиметр жетпей тоқтаймыз. Яғни астыңғы матаға 1 сантиметр жетпей тоқтайтын боламыз. Дәл осылай 4 бұрышында тігіп аламыз. Төрт тігіс түсірдік, 4 жанына. Енді қарасаңыздар, осылай болып шықты. Енді мына жерде артық мата тұр ғой, соны ішіне қарай қайтарамыз. 4 бұрышында ішіне қарай қайтарып тігіп шығамыз. Ортасына қарай қайтарып тігіп шығамыз. Келіп тоқтаған жерден ортасына қарай қайырып тігеміз. Дәл осылай 4 жағында тігіп аламыз. Мен сіздерге 2 жағын тігіп көрсеттім. Қазір екеуін тіктім. Дәл осылай қалған екеуінді тігесіздер. Қарасаңыздар, ортасына қарай қайырдық. Аяғында дәл осылай ортасына қарай қайырып тігеміз. Дәл осылай 4 жағын тігіп шығамыз. Мінекей 4 жағын тігіп алдық. Тігіп болғаннан кейін ортасындағы матамызды осылай шығарып, бір жанына қарай, бір жаққа қарай, қалай қарай өздеріңізге ыңғайлы, солай қарай бұрап, қайырып, қарасаңыздар, ортасынан бұрап, қайырып, ортасын тұру үшін жіппен тігіп қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай бұрайсыздар да ортасынан бір тігіспен, ине жіппенен бастырып тігіп қойсаңыздар болады.
Мінекей дәл осылай тігіп қойсаңыздар болады, немесе өтектеп жіберсеңіздер де болады. Мен өзіме сенімді болу үшін осылай тігіп қоямын. Мінекей дәл осылай тігіп қойсаңыздар болады. Мінекей тағы түсінікті болу үшін тағы бір түрін сіздерге тігіп көрсететін боламын. Мінекей осылай болып шықты. Дәл осылай қалған маталарымызды дәл осылай тігіп алатын боламыз. Мінекей барлығын тігіп алдым. Ендігі кезекте жасыл мен осы тіккен маталарымызды, қызыл гүлдерімізді мінекей дәл осылай қойып, шахмат тәрізді қылып қойып, орталарын біріктіріп тігіп шығатын боламыз. Бұл құрақтың жағдайында маталардың көлемін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгерте берсеңіздер болады. Яғни 5-5 10 қылып, 10-ды 20 қылып, өздеріңіздің тігетін маталарыңызға, яғни көрпелеріңізге байланысты үлкен қылып алсаңыздар да болады. Мен сіздерге тек кішкентай түрін ғана көрсетіп жатырмын.
Тігіп болғаннан кейін тігістерін міндетті түрде булы өчекпен бастырып, өчектеп шығатын боламыз. Мінекей, менің құрағым дайын болды. Көлемі менің жағдайымда 20-20 болып шықты. Егер де менің осы құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.